Шоу-бизнес әлемде сұмдық ақпарат тарады. Барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Сәлем қымбатты көрермен, назарларыңызды сіз білген және де сіз күткен арна қайта оралды. Біз сізге ең жақсысын ұсынамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалмау үшін видеоролик астында подписаться және де лайк түймелерін басыңыз. Сіз басқан болсаңыз, біз ендеше бастадық. Жағына көзіне пластикалық ота жасатқан Ерке Есмахан өзін мысалға келтірген Ләйла Сұлтан қызына ренішін білдірді. Әнші Ерке Есмахан инстаграм парақшасындағы белгілі журналист Ләйла Сұлтан қызына ашық ренішін білдірді деп жазады Алаш.кз ұлттық сайты. Жуырда Ләйла Сұлтан қызы өзінің YouTube арнасында пластикалық хирургтарды қонаққа шақырып, отандық жұлдыздардың қайсысы қандай ота жасатқандығы туралы сұхбат жүргізген еді. Дәрігерлердің әңгімесінде Ерке Есмаханның есімі де аталған. Дәрігерлердің айтуынша, ол жағына көзіне пластикалық ота жасатқан. Қазақстанда сұраныс жоқ болғандықтан Кореяда жасатқаны туралы болжам айтылуда. Бұл жағдай әншінің шамына тиген сияқты. Ол өзінің сторисінде Ләйләске тікелей жазып мынадай қадамдарды күтпегендігін мәлімдейді. Ләйла ханым, сіздікі жай ма? Сұхбаттарыңызды айтып отырған қорқынышты нәрселердің ешбірін мен бетіме жасатпағанмын. Сізде өте жақсы білесіз. Меніменен жақын сыйлас әпке ретінде өтірікке жол бермей, қорғаудың орнына өзіңіз талқыға салып отырғаныңыз таңғалдырды дейді Ерке. Сондай-ақ ол өзінің артында айтылған әңгімелерге мән бермейтінін, алайда жақын адамдарын атын хайппенен қаралым үшін пайдалануын құптамайтындығын айтуда. Өмірде жақын деп жүрген жандарымның менің атымды хайппенен қаралымға пайдаланғаны ұнамайды. Себебі өзім ондай адам емеспін деп жазды ол. Бұл уақиға әлеуметтік желіде қызу талқыланып, көпшілігі Еркені жақтап жатыр. Ал Сұлтан қызы тарапынан әзірге жауап берілген жоқ. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатты болыңыздар.